Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгін мен үй жағдайында дәмді әрі оңай дайын болатын балмұздақ дайындаймын. Бізге ең алдымен сүт керек. Сүтті ыдысқа құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біз сгущенка қосамыз. Енді барлығын жақсылап миксермен араластырып, тоңазытқышқа жарты сағат немесе 40 минутқа қойып қоямыз. Біраз уақыт өткен соң тоңазытқыштан шығарамыз да миксермен тағы бір араластырып жібереміз. Жалпы балмұздақты кез келген ыдысқа құйып қойсаңыздар да болады. Ыдыс дайын болған соң балмұздақты ыдысқа құйып шығамыз. Осы ыдысымен біз енді тоңазытқышқа салып 3-4 сағатта сақтаймыз. 3-4 сағат уақытта балмұздағымыз қату керек. Мінекей дайын болды. Енді біртіндеп формасын бұзып алмай шығарамыз. Балмұздағымыздың шоколадын біртіндеп водяной парда ерітіп аламыз. Неке мынандай болып еруі тиіс. Ерігеннен кейін бір үлкен қасық сұйық май құйып жібереміз. Егер қаласаңыздар жаңғақ немесе оның орнына күнжіт қосып жіберсеңіздер де болады. Енді мен келесі кезекте шоколадты стаканға құямын. Осы стаканда мен балмұздағымды матырып алатын боламын. Мінекей мен мынандай етіп балмұздағымды матырып аламын. Менікі түбіне түспей қалды. Ештеңе етпейді. Шанышқымен мен түзеп жіберемін. Балмұздағымыздың барлығын осылай матырып аламыз да қойып қоямыз. Бұл шоколад дем сағатта кеуіп кетеді. Мінекей біздің балмұздағымыз дайын. Үй жағдайында өте қарапайым әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.